Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен осындай өте әдемі әрі сәнді резинкалы тоқып үйренеміз. Өте оңай жасалынады және қолжетімді заттармен. Егер ұнап жатса, видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Бізге қажетті заттармен таныс болайық. Ең алдымен домалақ пішінді осылай кесіп аламыз. Одан кейін фетр матасына да осылай домалақ пішінді кесіп аламыз. 2 фетр матасы қажет домалақ пішінді. Одан кейін леска, бисер инесі және резинка, пайетки және бисер қажет. Егер бар болса, ыстық клей қажет. Жоқ болса, онда міндетті емес. Ал дайын болсақ, бастайық. Алдымен лескамыз инеден осылай өткізіп дайындап аламыз. Одан кейін домалақ пішіндің шетінен бастаймыз. Ол үшін бір пайетки және бір бисер аламыз. Осылай төменге қарай түсіреміз, фетр матасына жақындатып. Одан кейін бисерін емес, пайеткиден төменге қарай қайтадан түсеміз, яғни төменге шығамыз. Одан кейін қайтадан жоғары қарай жаңағы алынған пайеткинің жәнінен қайтадан жоғары қарай шығып, бір пайетки және бір бисер алып, төменге қарай пайеткинің ортасынан шығамыз. Одан кейін қайтадан жоғары шығып, бір пайетки, бір бисер алып, осылай жалғастыра береміз. Яғни ең алдымен осылай айналдыра тоқып шығамыз. Осы домалақ пішінін айналдырып тоқып шығамыз. Дәл мен сияқты жасайсыздар. Бір пайетки және бір бисер жақындатып, осылай тоқып шығасыздар, домалақ пішінді айналдырып. Мұны мен осылай айналдырып тоқып шықтым. Ары қарай жалғастырамыз. Енді екінші қатарында тура осылай дәл жаңағыдай тоқып шығамыз, яғни тігіп шығамыз бисермен бисерден және пайеткинің көмегімен. Екінші қатарды да дәл солай жалғастыра береміз. Бір пайетки, бір бисер. Осылай барлығын пайеткимен және бисермен тігіп шықтым. Енді екінші фетрді аламыз да ортасынан бүктейміз. Одан кейін екі жанынан кішкене қылып кесіп аламыз. Мен мына жерде қатты ұзын қылып кесіп жібердім. Сіздер де байқаңыздар. Енді астынан тағы екіншісін тағы кесіп аламыз. Бұл яғни резинканың орнын дайындау үшін. Осылай кесіп алдым. Енді фетрден кішкене осылай ұзын қылып тағы да кесіп аламыз. Кесіп алған фетрді осылайынан екі жағына саламыз. Одан кейін ортасына резинкамызды салып, енді клеймен, яғни ыстық клеймен жабыстырып аламыз. Егер ыстық клей жоқ болса, жіппен жай ғана тігіп алсақ болады. Білдіртпей, әдемілеп, майда тігістермен тігіп алсақ болады. Мен мына жерде басында ұзын қылып кесіп алған едім. Осы жерде де қайтадан жабыстырып тастаймын клеймен. Осылай жабыстырып аламыз да, енді осы дайын болған резинка жақ фетрді ыстық клеймен жабыстырып аламыз. Осындай дайын болды. Енді ыстық клеймен жаңағы алдындағы фетрге бисермен тоқылған осылай жабыстырып аламыз. Егер ыстық клей жоқ болса, тағы да айтамын, жіппен тігіп алсаңыздар болады. Енді ары қарай жалғастырамыз. Ол үшін лескамен енді шетін айналдыра тоқып шығамыз. Ол үшін мінекей осылайын бір бисер аламыз. Сары бисерімізді, яғни золотистый, 2 фетр матаны қосып осылай тігіп аламыз да, жоғары қарай шығып, сол алынған бисерден қайтадан шығамыз. Қайтадан бір бисер аламыз, 2 фетрді қосып тігіп аламыз да, сосын алынған бисерден қайтадан жоғары қарай шығамыз. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Мінекей бір бисер аламыз, 2 фетр мата қосып тігіп, қайтадан сол бисерден жоғары қарай шығамыз. Өте оңай, осылай айналдырып тоқып шығасыздар. Мінекей мен айналдырып тоқып шықтым. Енді ең соңғы бисерді тоқимыз, яғни бір золотистый бисер аламыз. Одан кейін жоғары қарай дәл алдындағыдай өтіп шығамыз. Мен мына жерде жібім өте қысқарып кетті.
бисерден, яғни инем шығып кетті жіптен. Мінекей осылай соңғы бисерді алдым. Енді мына артығы жіп қалды. Оларды артығын кесіп тастау үшін осылай фетрдан білдіртпей осылай айналдырып өтіп шығамын. Бұдан кейін артығын кесіп тастайтын боламын. Сіздер де дәл осылай жасайсыздар. Енді артығын кесіп тастаймыз. Мінекей дайын болды. Өте оңай болды деген ойдамын сіздерге. Егер ұнап жатса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.